Қайырлы күн, қымбатты көрермендер, оқырмандар. Астана Лайв подкаст каналында бізде бүгін қонақта Астана қаласы дене шынықтыру және спорт басқармасы басшысының орынбасары Азамат Қазезұлы. Қош келдіңіз. Сізді көргенімізге қуаныштымыз. Осы жылдар аралығында өзіңіз қызмет етіп жүрген басқармадағы жылдар аралығында Астана халқын, елорда халқын жалпы спортқа жақын, нағыз салауатты өмір салтын ұстанатын тұрғындары бар қала деп айтуға болады ғой? Иә, әрине болады. Қазіргі күні Астана қаласында 600 мыңнан астам қала тұрғындары спортпен шұғылданады. Ол қала санын шаққандағы 43,6% құрайды. Демек, астаналықтардың жартысы спортпен шұғылданады. Енді бұл өте жақсы көрсеткіш. Зейнеткерлер мен балаларды алып тастағанда одан да көп болуы мүмкін, иә? Зейнеткерлер де, балалар да жақсы қатысып жүр қазір. Қаншама көп жобалар ұйымдастырып жатырмыз. Сол жобаларда үлкен кісілер де, зейнеткерлер де жақсы болып көп қатысады. Астананың зейнеткерлері, мысалы, басқа ауыл аймақтарда, тойда, қонақтықта жүрсе, біздің зейнеткерлер спортпен жақсы шұғылданады дейсіз ғой, иә? Енді қазір жаз маусымы, сіздердің басқармаларыңыз, ақпарат құралдарынан көп естіп жатырмыз. 3 ай тегін жаттығу жасауға, оның ішінде түрлі бағытта жаттығулар жасауға мүмкіндіктер туғызып жатсыздар. Әрқайсысына жеке-жеке тоқталайық. Қай уақытта, қай кезде, қай жерде болады және кімдер қатыса алады? Ең бірінші бастайық. Жоба ол қала тұрғындарына танымал Аула Фит жобасы. Ол 6-шы жыл қатарынан өткізіліп жатыр. Аула Фит жобасы қаланың 6 ауданында 30 аулада өткізіледі. Жаттығулар жұмасына 6 рет өткізіледі. Әр аулада жұмасына 3 рет өткізіледі. Оған былтырғы қатысқандардың ішінен қарасақ, кішкентай бүлдіршіндерден бастап 80 жасқа қарияларға дейін қатысып жүр. Ол қала тұрғындарын және балаларды алысқа бармау үшін сол аулада жаттығулар жасалады. Ол маусым айынан бастап қыркүйек айына дейін өткізеді. 30 тұрғын үйдің ауласында әр жерде орналасқан кез келген тұрғын сол аулаға барып қатыса алады. Иә, қасындағы аулалардан келіп қатысуға болады, өзінің кестесі бар. Биыл бұл жоба басталды. Келушілер жағы қалай саны? Сыймай қалып жатқан жоқ па аулаларға? Жоқ, бөлінген әр уақытта. Мысалға таңертең балалар ұйықтаса, ода үлкен жастағы кісілер қатысады. Кешке қарай балалар көп деген сияқты солай тұрғындар қатысып жатыр. Әр жас ерекшелігіне қарай өзінің уақыты бар. Таңертең 8-ден 9-ға дейін ересектер, одан кейін 17-ден 18-ге дейін балалар. Осы әр уақыт аралығында біз қазір бұның барлығын Инстаграмға бөліп, кесіп, уақытымен жазып қоямыз. Бұл жерде жаттықтырушылардың барлығы тегін дедіңіз. Оларды сіздер қалай іріктейсіздер? Келісім шартқа отырасыздар ма, иә? Иә, ол Аула Фит жобасын 6-шы жыл өткізіліп жатыр. Олардың өзінің мамандары бар, тұрақты. Қандай бағыт бойынша жаттығулар өткізу, барлығы білікті мамандар жыл сайын өткізіп келеді. Солар барлығы. Егер сіз ерінсеңіз, таңертең жаттығу жасауға, қасыңызға серік таппай жүрсеңіз, Аула Фит өте күшті жоба. Үй ішіңізбен, бала-шағаңызбен таңнан кешке дейін кез келген уақытта үйіңіздің маңындағы тұрғын үйдің қасындағы аулаға кіріп тегін жаттыға бересіз. Аула Фиттан бөлек тағы да сіздерде басқа да жобалар бар, иә? Соларға тоқталайық. Дәл солай, маусымнан қыркүйекке дейін тағы 2 жобамыз бар. Ол үлкен жастағы адамдарға арналады. Йога мен скандинавиялық жүріс. Ол қаламыздың 6 саябағында өткізіледі. Жұмасына 3 рет. Дүйсенбі, сәрсенбі, жұма күндері йога жаттығуы. Сейсенбі, бейсенбі, сенбі күндері скандинавиялық жүріспен жүріске қатысуға болады. Қай саябақтарда өтеді?
бұл Айта беріңіз, Көктал саябағында, Жетісу, орталық саябақта, Жерұйық, Ататүрк және Президент саябақтарында өткізіледі. Кешкі сағат 19:00-де басталады, 20:00-ге дейін жалғасады. Сол саябақтың кіреберісінде жиналады, сосын сол жерде жалғасады дейсіз ғой, иә? Күшті, бұл да аптасына 3 рет тегін скандинавиялық жүрісте адамның ағзасына пайдалы, йогада пайдалы. Және тағы да сосын бізде тағы бір жобамыз, ол өзгерісті өзінен баста. Ол триатлон мен ботаникалық саябақты өткізеді. Ол да жұмасына 6 рет өткізіледі, 3 рет бір саябақта, 3 күн келесі саябақта өткізіледі. Ол жерде не істей аламыз? Оған жастар көбінесе қатысады, өз-өзіңді өзгертуге, физикалық дайындық, сонымен қатар стрит-воркаут, барлық жағынан өз-өзіңді қорғауға сондай жаттығулар өткізеді. Оны бізде қазіргі кезде танымал спортшымыз Василий Тақтай өткізеді жаттығуларды. Сонымен қатар тағы бір жобамыз бар, ол келесі аптада басталады. Осы жексенбі күні бастаймыз. 21-ші орталық саябақта және ботаникалық саябақта стрит-воркаут. Қазіргі жастардың арасында танымал, турникке тартылу, брусияда әдістер жасау, сонымен қатар қазір ол дала спорты деп айтуға болады. Стрит деген көше деген сөз ғой. Көше спорты, ол да өте танымал, оның қазір жастар соған бейім дейсіз ғой. Жақсы, бұл жобалардың барлығы, қымбатты көрермендер, тегін өтетін естеріңізге салайық. Енді біздің Астана қаласының тұрғындары одан бөлек соңғы жылдары көшеде жұмысқа баратын кезде, өзінің шаруаларын жасайтын кезде велосипедті көп пайдаланып жүр. Оларға жағдай жасалған ба? Қандай өзгерістер бар? Сіздердің ұсыныстарыңыз қандай? Веложолдарды үлкейту деген сияқты мәселелер. Қазіргі күні бізде әр қар кеткесін мысалға велошерулер басталады, вело жарыстар басталады. Оны біз айналма тас жолда өткіземіз. Ол Қосшы жақтан басталып, Үркер тұрғын алабында аяқталады. 21-25 шақырымға дейін созылады. Ол біз оны тек қана мерекелерге орай емес, вело маусымның ашылуына, сосын вело маусым жабылуы бар. Оған о жақта велосипедтер розыгрыш жасап өткіземіз. Қала тұрғындары өте белсенді қатысады, әр велошеруге. Сонымен қатар марафондар өткізіледі. Ең ауқымды бізде бір 7-ші маусым күні өткізілді. Астана халық марафон. Ол маусымның ашылуына байланысты, жоқ, ол үлкен ауқымды полумарафон деп аталады. 21 шақырымға және 10 шақырымға 7000-нан астам қатысушы болды. 30 елден қатысушылар келді. Қазақстанның барлық қалаларынан қатысушылар болады. Ол енді қаланың көрікті жерлерімен жүгіру, таңғы 6-да басталады, өйткені қаламызда кептеліс болмау үшін. Сонымен қатар ол тек сол марафонды ғана біз қала көшелердің жабылуымен өткіземіз. Ерте таңертең. Қалғандарын қазір саябақтарда жағдай жасалған жүгіру мен вело жарыстарды қаланың сыртында немесе саябақтарда өткіземіз. Азамат Қазезұлы, өзіңіз де байқап жүрген шығарсыз, соңғы жылдары осы жүгіру марафонға қатысатын қатысушылардың саны көбейіп келе жатыр, және бұл әлеуметтік желілерде болсын, жалпы қоғамда болсын, кәдімгідей бір спорттық сәнге айналған сияқты, қалада қазір жүгіруді үйрететін топтар бар. Таңертең ботаникалық саябаққа жиналамыз, бірге жүгірейік. Кейбіреулер ақылы, кейбіреулер ақысыз. Жалпы жүгіру сәнде, солай ғой? Қазіргі күні жүгіру расында да сәнде. Әр сенбі, жексенбі, жаз басталғаннан бері жүгірулердің саны көбейіп баратыр. Ол бір компаниялар өздерінің жүгірістерін өткізеді. Үлкен компаниялар сонымен қатар қазір
қалай бір атаулы қызметкерлердің күні болады мысалға. Кәсіби мерекелерге жүгіреді. Сонымен қатар бізде талдауран деген бар, жарыстарымыз бар. Сосын көп компаниялар, сонымен қатар жай тұрғындар осындай жүгірістерді өткізеді. Ол да 1 шақырымдық, 2 шақырымдық балаларға. Біз өзіміз балалар күніне Kids Run деген жарыс өткіздік. Онда кішкентай балалар өте көп қатысты. Жүгіретін дистанциялары 500 метр, 600 метр. Бұл да бір қызығушылығын арттырады. Қызығушылығын арттырады, ол кейбірлері қатысамыз деп, сол жақ регистрация ертерек болжаймыз ғой, қанша қатысушы қатысады деген сияқты. Барлығы сол бір күні жарыс болатын күні келді. Көбінесе сондай. Жақсы спортқа деген қызығушылық бұл әрине ең бірінші денсаулықтың кепілі. Сондықтан да спортпен айналысатын елордалықтардың саны көбейе берсін дейміз. Енді тағы да бір мен байқағаным, Астана қаласында әр тұрғын үйдің астында бір жеке кофейнялар болса, сол сияқты жеке фитнес-клубтар да, шағын денсаулық клубтар да көп ашылуда, иә? Олардың барлығына сіздер рұқсат бересіздер ме, тексересіздер ме? Жалпы фитнес орталықтарының, жаттығу залдарының көбеюі әрине қуантарлық жағдай ғой. Олар көбінде олар кәсіпкерлік жағынан кетеді. Ол бізге қатты рұқсат беру деген жоқ, өзінің кәсіпкерлік жағынан өздері инвестиция тартып, осылай жаттыға береді. Не болса да спорт көбейгені жақсы ғой дейсіз. Астана қаласының спортына енді біз спорт басқармасы болғандықтан көз қырымызды саламыз, қай жерде қандай не барлығын статистикалық мәліметтерге білеміз. Осы 26 жылғы жарты жылдықта Астанада қанша спорттық кешен, нысандар, жаттығу залдары ашылды? Қазіргі күні өте жақсы спорттық кешендер салынып жатыр. Оның қайта реконструкцияларын өткізіп жатыр. Қазіргі күні Қазақстан спорт сарайы бізде реконструкцияны өткізіп жатыр. Ол 2027 жылдың соңына пайдалануға береміз деп жоспарлап отырмыз. Сонымен қатар биыл шаңғы базасын аштық. Орталық саябақта, қысқа. Промышленный... тұрғын алабында, железнодорожный, ода физкультурно-оздоровительный комплекс аштық. Және ол жерде бүкіл жаттығу тегін? Барлық біздің спорт басқармасына қарасты бағынысты мекемелерде, барлықтарында жаттығулар тегін өткізіледі. Біз заңға сәйкес балалардың спорттағы қатысу, спортқа қамту, сонымен қабылдаймыз. Сәйкес жастарға балаларды қабылдаймыз. Содан кейін барлық жаттығулар тегін өткізіледі. Сонымен қатар тек қана біз емес, аудан әкімдіктері осындай саябақтарда спорттық инфрақұрылымды дамытып жатыр. Былтыр 180 спорттық аула ашылды. Оның ішінде футбол алаңдары бар, баскетбол алаңдары бар, қазіргі стритбол алаңдары. Сонымен қатар стрит-воркаут алаңдары көріп жүрген шығарсыз, көп жерлерде жаңа халықтық бюджет жобасы бойынша біраз сондай дүниелер, аулаларда спортпен айналысуға мүмкіндіктер туып жатыр дейсіз. Ал өзіңіз қай спорт түріне жақынсыз? Қазір тренд болып кеткен жүгіру шығар, жүгіреміз, біз марафондарға қатысамыз. Сізге футбол жақын ба, волейбол жақын ба? Футбол шығар. Әлемдегі ең бірінші спорт ол. Хоккей ме, әлде мәнерлеп сырғанау ма? Хоккей шығар. Жүзу, әлде жүгіру? Жүгіру шығар, жүгіру. Жүгіру сіздің сүйікті спорт түріңіз дедіңіз. Бала шағаңыз спортқа бейімделген? Ақырындап бейімделіп жатыр. Кішкентай әлі. Сосын жаңағы айтып кеткен футбол алаңдары, стрит-воркаут, сосын стритбол алаңдары салынып жатыр. Біз қазіргі шілде, тамыз айларында, тамыз,
қыркүйек айларында тағы бір жобаны үйлестіріп отырмыз. Жоспарлап жатырмыз, ол аула футбол мен аула баскетбол 3-3. Ол барлық аудандарда іріктеу жарыстары өтеді. Бірінші өздері іріктеп алады, бірінші өздері іріктеп өткіземіз. Содан кейін қалааралық жарыстар. Соның барлығын бір футбол, мысалғы аула футбол жарысы 2 ай созылады. Соның мысалғы 200-400 матчтай өткізеді. Ол әр үйдің бір футбол командасы құрылып, солай қатысуға болады. Күшті мүмкіндік. Енді біздің Астана қаласы бойынша спортшыларымыз республикалық деңгейде, халықаралық деңгейде жақсы көрсеткіштерге ие болып жүр, Бұл спортқа деген көңіл бөлудің арқасы ма, жоқ әлде ең мықты спортшылар Астана қаласында тұрып жатыр ма? Қалай ойлайсыз? Жоқ, ол ең мықты спортшылар әр өңірде бар. Өңірлерде де бар. Астана қаласында спорт тек қана осындай ауылдарда емес, біз өзіміз Астана қаласында үлкен спорттық додаларды қабылдаймыз. Мысалға, былтыр әлем кубогының кезеңі бокстан, 2 жыл қатарынан конкурдан Азия кубогын өткізіп жатырмыз. Ол олимпиадалық спорт түрі. Сонымен қатар дзюдодан Гранд Слем 4 жыл қатарынан өтті. Ол үлкен дода, Астана қаласы қабылдап жатқан. Көшпенділер ойындарын білесіз, Астана қаласында өтті. Келесі жылға 27 жылы бізде 5 әлем чемпионаты қабылдауға дайынбыз. Ол үстел теннисінен әлем чемпионаты Астанада болады, бокстан әлем чемпионаты болады, тэквондодан, дзюдодан әлем чемпионаты қабылдаймыз. Ол барлық әлем чемпионаттар 28 жылы болатын. Демек, сіздерде жұмыс көп дейсіз ғой, әлемдік халықаралық деңгейдегі жарыстарды өткізу үшін күшті дайындық керек. 29 шілде күні бізде болашақ ойындары деген жарыс өтеді. Ол киберспорт пен жай спорттың қосындысы. Көрген шығарсыз, мысалға киберспорт басында PlayStation мен ойнайды, футбол ойнайды, FIFA мысалға. Есеп 2-1 болса, сол есеппен футбол алаңы шығады. Сол ойыншылар футбол алаңы шығады. Демек, екеуінен де хабардар болу керек. Екеуінен де хабардар. Өйткені қазір спортқа еніп, қазір бүкіл жастардың... Барыс аренада 2 жыл қатарынан нешеуін аншлаг жатыр. PGL жарысы өткізілді. Демек, Астана қаласы әлемдік және халықаралық деңгейдегі түрлі додаларды өткізуге қауқарлы, және біздің қаламызда оны көретін көрермендердің де саны жақсы деуге әбден болады. Енді Азамат Қазезұлы, Астананың намысын қорғап жүрген мықты спортшылар, олардың танымалдылығын арттыру барысында, жастар олардан үлгі алатындай, бренд болып қалыптасатындай, қазір сіз ауыз толтырып айтатын қандай спортшыларды атайсыз? Қазіргі күні Астананың атынан шығып жүрген біздің мықты спортшыларымыз бар. Ол, мысалғы, бокстан алсақ, Санжар Ташкенбай, әлем чемпионы, Айбек, Нұрбек, Оралбайлар, барлық ұлттық құрама спортшылары. Қазіргі күні олар әлем кубогында жарыста. Сонымен қатар биыл ғана чемпион атанған, әлем чемпионы, 20 жылдан кейін әлем чемпион атанған Айым Серікбаева тэквондодан. 20 жыл өтіп кетті ма әлем чемпионатында орын алмағанымыз? Орын алған, алтын алған. Алтыннан. Содан кейін былтыр Ақмарал Ерекешева көркем гимнастикадан әлем чемпионы атанды. Тарихи жетістік деп есептеледі ол да. Күресетін ол қыздарымыз бар. Ризабек Айтмұхан. Сонымен қатар Айтбол Айтбек, қазір Азия чемпиондары атанды осы жуырда ғана. Гүлмарал Еркебаева әйелдер күресінен Азия чемпионатының қола жүлдегері. Қысқы спорт түрлеріне алсақ, Абзал Ажгалиев, шорт-тректен қаншама рет олимпиадаға қатысқан. Тағы паралимпиада спортшылары бар. Ақмарал Науатбек, Шамир Гали дзюдодан, Ақмарал Науатбек олимпиада чемпионы, паралимпиада чемпионы, Шамир
Наутбек күміс жүлдегер. Спортшылар айтарлықтай көп, жас буындар да өсіп келетір. Бізде Азия чемпионатында гребля, байдарка и каноэ деген бар. Түркістанда Азия чемпионаты болды. Одан 9 медаль жеңіп алып келді Астана спортшылары. 5-еуі алтын. Әр салада Мусин Әділбек жүзуден бізде Азия чемпионатында жақсы өнер көрсетіп жүр. Әр саладан, әр спорт түрлерінен мықты деген ел намысын қорғайтын, Астана намысын қорғайтын спортшылар бар. Енді біздің осы Астанадағы құрамалар болсын, жаттықтырушылар болсын, кәдімгідей елге танымал, мүмкін олимпиадаға, жаңа чемпионаттарға қатысқан мықты жаттықтырушылардан кімді атайсыз? Осы Астанада қызмет етіп жүрген. Қазіргі ұлттық құрама бас бапкері Нұржан Нұсанов бокстан, сосын көркем гимнастикадан жаттықтырушы Меруерт Балғынбаева, ол да ұлттық құрамада жұмыс жасайды. Азамат Қазезұлы, біз 2026 жылдың бел ортасына келдік. Енді қалған 6 айда да сіздің жоспарларыңызда көптеген жарыстар бар, кешендер ашылады деп жатсыз. Демек, Астана қаласының тұрғындарының спортқа деген сүйіспеншілігі, қызығушылығы арта береді деген сөз. Біздің көрермендерге, елордалықтарға қандай тілегіңіз бар, кеңесіңіз бар? Жаңа тегін спорт үйірмелеріне қалай қатысуға болады? Осы ата-аналарға арналған кеңесіңіз болса? Қазіргі күні қала тұрғындарына жағдай жасалып жатыр. Ол тегін үйірмелер жаңа айтып кеткен. Сонымен қатар басқармаға бағынысты 10 спорттық мектебіміз бар. Одан о жақта 55 спорт түрі қамтылған. Балаларыңызды тегін үйірмелерге беруге болады. Ол жерден іріктеуден өтіп, содан кейін жаттығулар кестеге сәйкес өткізіледі. Біздің спорттық инфрақұрылымымызда бізде тек қана спортпен айналыспайды, спорттық көрермен ретінде баруға болады. Мысалға, бізде Астана арена стадионында Жеңіспен Астана футбол клубтары ойнайды. Барыс аренада біздің Барыс клубымыз хоккей, құрлықтық хоккей лигасында ойнайды. Соларға жанкүйер баруға болады. Жанкүйер болу да үлкен мәдениет, сондықтан расымен де спорт сүйер қауымның саны көрермендердің де жанкүйерлердің өсе береді дейсіз ғой. Міне 29 шілде күні басталатын болашақ ойындарына өте қызықты ойындар, жаңағы айтып кеткен сияқты киберспорт пен спорттың қосындысы. Кіру тегін ба оған? Кіру тегін болады, Сонымен қатар көп үлкен біздің әкімдіктің парақшасында, немесе спорт басқармасының парақшасында жұма сайын біз қандай іс-шаралар өткізетіндігі туралы айтып өтеміз, жазып өтеміз. Сол жақтан көруге болады, барлықтарына қатысуға болады. Барлығына және көбіне қатысуға да, көруге де тегін. Осыны ұмытпайық. Бүгін уақыт болып келгеніңізге рахмет. Сәттілік тілейміз. Елорданың намысын қорғайтын спортшылар көбейе берсін, және денсаулығына көңіл бөлетін тұрғындарында, жанкүйерлерінде саны арта берсін. Келесі кездескенше аман болыңыздар. Сау болыңыздар.